осы видеомда аюға намаз үйреткен таяқ деген мәтелдегі таяқ сөзінің таяқ емес екені жөнінде айтамын. Оны айту үшін өзім пікірімді айта салмаймын. Ғылыми зерттеу әдісі мәтін анализін қолданамын. Қазақта мынадай да тағы да бір сөз бар: әліпті таяқ деп білмейді деген. Бұл мәтелде әліп деген төте жазудағы алфавит, яғни алфавиттегі А. Демек, алфавиттегі Аны білмеген адам сауаты жоқ, оқу жазу білмейді деген де айту үшін қолданылған. Осы аюды намаз үйрету үшін оның намаздың әліппесін үйрету деген мағына осыдан келіп шығады. Енді таяқ деген сөзді керісінше оқитын болсақ, өзбек түрк тілдерінде хаят деген сөз шығады. Хаят деген бұл өмір дегенді білдіреді. Ол жерден де философиялық тұрғыдан аюға намаз үйреткен өмір деген мағына шығаруға болады. Аталарымыз тикток түсіретін болса, намаз оқып жатқан аюды және таяқты көрсете салатын еді. Ал біз бұған қарап, аюға намаз үйрету үшін таяқ қолдану керек деп түсінген болатын едік бәлки. Сондықтан әрбір 15 секундтық видеоларды көрген, естіген сыртқы үстірт бетіне қарай салудан бұрын оның асыл астарына үңіліп қарауда пайда бар. Ол үшін не керек? Ол үшін өзіміздің дижитал сауаттылығымыз және медиа сауаттылығымызды арттыру керек. Бұны қалай арттырамыз? Бұны үйрену арқылы арттырамыз.